Қалайсыз? Жақсы, Яна ханым, өздеріңіз қалайсыз? Жақсы, күні кеше Томи деген әдемі, сондай бір сымбатты үміткер келген еді. Өте керемет қыз келген еді ғой. Және бүгін негізінде қайтадан эфирге шығуы екіталай сұрақ болып қалған еді. Осы мәселені қозғай кетейік те, Яна ханым, бүгін Азаңмен маған жазып жүрген екен, таныстық тоқтайды, мен келе алмаймын эфирге деп. Содан кейін енді WhatsApp-пен емес, мен өзіне нөміріне тікелей хабарласып, мән-жайдың барлығын білгім келді, не үшін, не қалай деген сияқты. Әлде бірдеңе ұнамай қалды ма, кеше кездесуден деген сияқты. Мүмкін ортаға өз келген болса, шыққаннан кейін айтқан дұрысырақ болатын шығар. Негізі не ұнамай қалды деп ойлайсыз Томириске? Барлығы жақсы болды негізі кеше кездесуде, эфир біткен. Өзіңіз жаздыңыз, кездесуге шақырдыңыз. Эфир біте салысымен бірден кездестік біз. Кездесу барысында ренжітіп алған жоқсыз? Онда ештеңе болған жоқ сияқты негізі. Онда неге бүгін студияға бармаймын? Ол жағы қиын мәселе болып жатыр деп айтқан еді бізге. Сәл түсінбедік. Мен жаңа айттым ғой, телефонмен хабарласқан кезде өзі де ашып ештеңе қатты айта алмаймын деді. Соған келтірді да, бара алмаймын деді. Онда өзінен сұрайық. Өзінен сұрайық. Томирис, келіңіз. Қош келдіңіз. Микрофоныңыз бар ма сізде? Микрофонды сынайық. Қалыңыз қалай? Қош келдіңіз тағы да. Жақсы, рахмет, қош көрдім. Енді сізден бірден сұрасам, бүгінгі эфирге шығуым екіталай деген едіңіз. Бұл мәселенің басты себебі ер жігітте ме әлде неде? Ер жігіттің ешқандай қатысы жоқ, просто... Ренжімесеңіз даусыңызды сәл қаттырақ шығарасыз ба, Томи кішкене қобалжып тұрған сияқтысың, сосын болған бір жағдайлар бар сияқты, сол нәрсе көңіл-күйіңді түсіріп тұрған сияқты ғой. Барлығын кішкене сабырға сақтап. Әлде отбасыңыз қарсы ма? Жоқ, отбасым қарсы емес. Бірақ араласатын, таныс сондай адамдардың пікірлерінен. Жақындарыңыздың? Жоқ, таныстардан. Таныстар тіпті. Неге бардың деп сізді сынға алып жатыр ма? Сондай қарсы пікірлер туды. Барғаның дұрыс емес деп, енді түсінікті болды. Бірақ ер жігітке ешқандай қатысы жоқ. Ер жігітке ешқандай қатысы жоқ. Кездесу ұнады ма өзіңізге? Ренжіткен жоқ қой кездесуде? Ең бастысы біз үшін осы. Ал енді кешегі кеш жайлы өзіңіз айтып берсеңіз? Кеше эфирден кейін бірден кездесіп, екеуміз тамақтанатын орталыққа барып, әңгімелесіп, кездесу болды. Сен андай бір қорқып отқан сияқты отырсың, қорқпай смело отыра бер. Жақсы кездесу болды негізінде. Бірақ сурет видео жоқ дейсіз ғой. Мен өтірік айтпаймын, Диана ханым, мен жіберуді ұмытып кетіппін. Негізі бар. Негізі бар етін. Куәсің ғой, кеше түсіп. Видеоға түстік. Шындықты айтатын кісі ғой енді, мүмкін маған сенбей қалатын шығар. Соған кішкене айтсын деп жатқаным ғой. Жақсы кездесу болды, отырып, сөйлесіп. Енді эфирде кішкене бірінші рет шыққаннан кейін кез келгенімізге әлі күнге дейін өзімізде болады ғой, ортаға шыққан кезде қобалжып қаласың деген сияқты. Айтпесем ашық қыз екен негізі, қалжыңға жақын қыз екен, қалжыңдай да біледі, сұрақтарға да нық жауап береді дегендей. Сол әдемі кездесу болды, бірақ енді жаңағы жақындарым, араласатын адамдарым деп айттым ғой, Оны сізге айтпады ма? Оны маған шет жағалап қана айтты да, енді осындай бір негізі комментарияларда деп айттың, маған, Таныс дегеніңіз сол комментарий қалдырған адамдар ма? Таныс, араласатын, дос ретінде. Шолып қана айтты да, енді комментарий бар, басқасы бар, сол. Жақын адамдарға ешқандай қатысы жоқ. Жақын адамдарға еш қатысы жоқ. Жақын адамдар. Сол халықтың саған осы ортаға келгенге байланысты білдіріп жатқан жай саған кедергі болып тұрмасам да, сол нәрселер көңіл-күйіңді түсірді. Ауыр пікірлер болды. Просто былай деп айтқым келеді да, Диана ханым, енді бес саусақ бірдей емес, өзімізге де осы халықтың тарапынан енді халықты бағалаймыз ғой, қашанда бірінші орынға қоямыз. Сол кісілердің пейілі ниеті болмаса, өспейміз де, өнбейміз де дегендей. Бірақ дегенмен де кейде артық кетіп қалатын адамдар да жоқ емес та. Енді қыз мысалға шын пейілмен, шын ниетімен келіп отқаны айдан анық көрініп отыр барлығымызға. Бірақ дегенмен де сол жазатын адамдарға айтқым келеді, кішкене іштегі негативтеріңізді шығарып, өздеріңізге тілей алған жақсылықтарды
басқа адамдарға тілей алсаңыздар өте дұрысырақ болады деп ойлаймын негізі. Өйткені сондай сөздер сөз сүйектен өтеді деп қазақ бекер айтпайды ғой, енді қыздың көңіліне тиіп қалған жай жоқ емес, бар болып тұр да бұл жерде. Дина ханым, Томирис, қош келдіңіз. Халықтың ортасында хейтерлар да болады енді, ондай жаңағы оранған қыз неге бұндай жобаға тоже бір кісі жіберіп та, біреу кімнің сторис екен білмеймін, бір кісі әйтеуір ер азамат сторисына салып қойған екен, бұл жобаға бұл оранған қыздарды шақыртып алады, бір нәрсе деген сияқты бір сөйтіп жазыпты да, мен деген таңғаламын да сондай адамдарды. Томирис, сізді осы жаққа біреу шақыртты ма? Өз аяғыңызбен келдіңіз ба? Ешқандай ешкімнің шақыртуы бойынша келген жоқпын. Өзімнің қалауыммен, өзімнің шешімім. Вот, осындай сияқты ситуацияларда ешкім бұл жерде үміткерлерді ешкім шақыртып алмайды. Үміткерлер өзінің жүрегіне қалауындағы бар адамынан келеді бұл жерде. Ешқандай бір ойын емес бұл жерде. Неге үйтіп жаңғыртып деп стористарыңызға салып білмей жатып, ондай бір өтірік ақпаратты неге таратады деймін да, бұл шын ба деген сияқты бүйтіп салып маған жіберіпті да. Просто неприятно да, өйткені енді жас қыз бұл кісі, тем более орамалдағы енді қатты айтқан пікірге кез келген жас болса, тем более көңіліне алып қалады. Сіз көңіліңізге алмаңыз онда елдің айтқан, өйткені сіздің жүрегіңіздің қалауы. Ертең барлығы жақсы болып кетіп жатса, ол жаңағы жаман жазған адамдардың да көздері, жаңағы пейілдері барлығы өзгереді, сондықтан көңіліңізге еш алмаңыз оны. Диана ханым, мен айтқым келеді да, негізі бізде осы қоғамда оранған қыздардың бір құқықтарын шектеп тастағанда, негізі олар тура біз сияқты адамдар ғой. Тек қана біздің айырмашылығымыз жаңағы киімімізде деймін да. Томирис, мен сізге айтқым келеді. Сіз өзіңіздің бақытыңызды табуға жаңағыдай келіп тұрсыз ғой. Адамдардың пікіріне ешқашан да мән бермеңіз, адамдар айта береді. Сіз олар айтты екен деп өзіңіздің бақытыңыздан бас тартуыңыз дұрыс емес деп айтып. Бұл әңгіме онсыз да Томириске өте ауыр тиіп жатыр, сондықтан қайта бұл жерде осыны талқыға салып, одан әрі көңілін босатпай қоюларыңызды өтінемін, иә? Таныстық жайлы сұрақтар болса, Санжар? Басқа сұрақ қойын деп едім сізге. Қош келдіңіз. Өте кеше бір қысылып отырғандай болдыңыз да, бірақ кеше сол кездесуге екеуіңіз шыққан кезде күліп, кәдімгідей әңгіме айтып, басқа жағыңыздан да танып жаттыңыз да. Өте қуандық негізі сізді көріп ше, сондай әңгімеңізді. Ал енді ортада не туралы жаңағы тақырып болды, не туралы айттыңыздар, әке-шешелеріңіз не айтып жатыр енді? Біздің арамызда болған әңгіме, өзіміздің жеке басымызға бір-біріміздің семьямыз туралы білдік. Өзімізге қатысты сұрақтар болды. Өздеріңіздің отбасыларыңызға не қалай немен айналыстың деген сияқты, енді отбасында қандай жағдайлар болды деген сияқты ғой, енді бір оны қатты бір ашып айтатын нәрсе емес негізі. Сол жайлы әңгімелестік көбіне. Диана ханым, сұрақ қойып кетейін. Өте әдемісіз, өте құлпырып тұрсыз, көз тимесін айтқым келеді. Қош келдіңіз, құрдас дей берейін ба енді. Сізге сұрақ қояйын дегенім, мысалы кездесуде өзіңізге ұнап қалған бір ержігіт мырзаның бір әдеттерін көрдіңіз ба, немесе жақтарын дегендей джентльмен дегендей сондай жақтарын көре алдыңыз ба? Иә. Ержігіт сыпайы. Сыпайы. Өзін жақсы ұстайды. Көңіл жақсы бөледі. Қош келдіңіз, Томирис. Негізі мынандай сұрақты енді кездесу барысында жаңа сұрақтар қойып жатыр ғой, не білдіңіздер бір-бірлеріңіз туралы дегендей. Томирис, сіз негізі ержігіттің бойында именно болашақ жарыңыздың қасиеттерін көрдіңіз бе? Және де ержігіт саған да дәл сондай сұрақ, өзіңнің болашағыңды осы қызбен елестете аласың ба? Бір кездесуден сразу елестетіп кетіп жүрмейтін шығармыз енді. Сен елестетесің. Қоймайды. Айттым ғой, бұл кісі де сіздің жан жолдасыңыз, досыңыз. Тұрмын ғой енді. Ситуация әр кезде әрқалай болады ғой. Мысалы, кейбір қызды көрген кезде бірден түсінесің. Кейбір қызды мүмкін бірнеше рет танысып көргеннен барып түсінесің деген сияқты. Енді ол сұраққа қазір мен нақты жауап бере алмаймын. Әзірге таныстық күшті болып жатыр негізі. Ержігіт, любой ситуациядан осылайынан шығып кетесің да. Ұнамады ғой қыз. Сразу айту керек. Просто білем сен анандай қанзада болғаннан кейін, әдемі қоштасқың келеді, әдемі сөйлеп айтқың келеді. Жаңағы happy end дейді ғой любой жерде. Действительно, сол нәрсені сен жақсы жасағың келеді. Бірақ қыздың да уақытын алмауың керексің деп ойлаймын, ержігіт. Қыздың уақытын алмау керек болғанда ұнамайды ғой деп неге мен үшін шешім қалды ғой, соны түсінбей отырмын да мен сәл кішкене. Енді бірден адамды айтып тұрмын ғой, тағы да келтірейін осыған. Бір адамды араласа келе ұнатып кетесің. Дұрыс па? Ал енді бір адамды бір көрген кезде ұнатып қаласың. Оның да ара жігі бар ғой деген сияқты ғой. Сол сияқты артық кетпей қойғаныңыз дұрыс сияқты негізінде, ұнатпайсың.
осы тұста ер жігітке сұрақ қойсам болады ма? Сіздер кездесулеріңіз қанша уақытқа жалғасты? Айтасың ба? Айта ғой. Сіз айта беріңіз. Жоқ, айта берсең. Өзіңіз айта берсеңіз. Өзіңіз айта беріңізші. Ну, бір где-то 40 минут сондай шығар. Мәссаған. Сол 40 минут ішінде жарайды біз қазір қарап отырсақ, Томирис кішкене бір тұйық сияқты көрініп отыр ғой бізге. Ал екеуі ара отырған кезде, әңгіме айтқан кезде ашық па, ашылып сөйлесе алды ма? Я айттым ғой жаңа, қалжыңға жақын екен, әңгімелесе біледі. Просто мына жерде енді кішкене ауыр қысама, сәл қысылып қалатын бар екен да. Алай эфирден бөлек негізі өте ашық. Иә, ойнайды, қалжыңдай алады. Бізде жарнамадан кейін жалғастырамыз, таныстықты ары қарай Ханзада қалай жалғастырар екен? Аблай мырза. Бұл қорапшаның ішінде тәттілер бар. Иә. Индира ханымға. Кімнен? Атырау қаласынан көрерменнен. Атырау қаласынан. Ішінде хаты бар. Ішінде хаты бар. Индира ханымның қолында тәтті, аузында да тәтті сияқты. Иә, ас болсын Индира ханым. Ау? Санжар, не дейсіз? Микрофон әйтеуір барлығын күлдіреді деп отырады. Яна, енді келесі пікір айтудың жаңағы реті келген кезде келмей тұрып, ол кісі аузына бірдеңке салып отырады, энергия жинау керек солай. Тұла бойы тамаққа толу керек та, потом аузынан жақсы нәрселер шығады. Яна ханым, айтып өтейінші. Рахмет көп-көп Атыраудан Индираға депті Атырауға жалынды сәлем, үлкен рахмет. Мен айтқым келетіні жаңағы конфет, ол кеше ғана біздің Ақерке мен Бекзаттың шашуының конфеттері өзім салып қойған болатын, 4-5-еуін сумкама күнде бір штуктан ырымдап жеп жүрмін, Диана ханым. Керемет, күшті. Диана ханым. Ау? Жаңа енді 40 минуттан тоқтап қалдық қой. Мне кажется, бірінші кездесуге 40 минут деген тым аз сияқты. Негізі кімнің келісімімен ол кездесу аяқталды деген сияқты. Жоқ, 40 минут жеткілікті болды негізі. Айтып кетсем болды ма, Диана ханым? Қазір 40 минуттан кейін сіз кетем дедіңіз бе, әлде ер жігіт маған шұғыл түрде кету керек деді ме? Иә, бір жұмыстар шығып қалғанын айтты. Бір жұмыстар шығып қалды. Ханзада мырзаның. Ой, не деп отырсыздар, барлығында жұмыстар шығады ғой кәдімгідей енді. Жоқ, енді сіз мына жерде үміткер күтіп, бір не болып отқан адамсыз ғой. Үміткер күнде келіп айтқан жоқ деген сияқты да. Қыз болып бірінші қадам жасаған кейін кішкене болсын жұмыстарыңызды ысырып қойсаңыз болмады ма деген сияқты. Жоқ, мен сені түсінбеймін. Жігіт саған көп уақыт бөлсе, көп уақыт бөлді дейсің. Аз уақыт бөлсе, аз уақыт бөлді дейсің. Енді бізде 40 минут негізі бұлай сөйлесіп үлгердік, тамақтанып үлгердік. Бұлай бір берекелі болды да, бір 2 сағат отқан сияқсың, бірақ 40 минут отқансың да. Жоқ, негізі бар ғой, ер жігіт, мен ана жолдар тоже мерекеде айтқан едім ғой, негізі 40 минут деген ол как раз таки тамақтан орнына келесің, заказ бересің, заказ келеді, жейсің, кетесің. Болды, то есть бұл жерде осындай болды да, кездесу жай ғана тамақтандыңдар, бір-бірлерің жайлы бір нәрсе білдіңдер дегенде, егер де ары қарай бір қызығушылық болса, мен енді негізі Томирисмен действительно ниеттіккенде танысуға кішкене уақыт бөлуге болатын еді деп ойлаймын да. Менің ойымша, Диана ханым, мынандай, ер жігіт тамақтануға барған жоқ, бұлар просто сөйлесуге барды. Сөйтіп өзіне керекті ақпараттарды алды, кездестім деген галочканы жасады дағы, кетіп қалды. Бұл жерде енді айдан анық ер жігіт, енді сен жаңа айтып отырсың ғой, мен өтірік алдамаймын, шыны керек, сурет видео жоқ, енді шындықты сен расташы деген сияқты айтып отырсың да. Енді осы жерде де шындықты айтсаң болады. Қызға қарасақ, Томиристің бір назы бар сияқты саған. Өйткені Томирис жаңағы, я өзі кетіп қалды деп, әйтпесе кетпесең, Томириста отырып ары қарай сөйлесуге ешқандай қарсы емес еді. Жоқ, назың бар ма? Айтпайды ғой енді саған оны. Жоқ, айта берсін деп отқан ғой, мен өзім назым болсын. Сен бірінші айтсай. Менде наз жоқ. Мен сұрақ қойғанға. Қазір сырласу бөлмесіндегі Ақерке ханым өте асығыс екен. Кеше сіз кездесуден қалай асығыс болдыңыз? Дәл сол сияқты. Сол үшін ордаға шақырайық. Данияр. Шықтыңыздар ма? Әнші жігіт. Танысық жалғаса ма? Танысық жалғасады, иә. Тағы да бір әу деп жібересіз бе? Жоқ. Рахмет. Танысық жалғасады. Танысық жалғасады, кішкене асығыс екен, қазір эфирден соң кездесеміз. Міндетті түрде. Рахмет сізге келгеніңізге, шығарып салайық. Ізбасар мырза, сіз не айтасыз енді? Ер жігіт жоқ, жаңа Зухра для галочки деп жатыр ғой, ренжімеңізші, сөзімді бөлгенім үшін. Айып етпеңізші. Для галочки емес, шын ниетпен келген адам ғой, мен шын пейілмен кездесем.
шын пейілмен кездесемін. Әшейін жай ғана для галочки кездеспеймін. Өйткені мен үйленуге дайын адаммын, Аллаға шүкір. Содан кейін жақсы көңіл бөліп, барынша әйтеуір қыр-сырын сұрақтарға жауап беру арқылы білуге тырысамын да. Енді сіздер мнениелеріңіз бойынша, ой пікірлеріңіз бойынша солай көрініп тұрған шығар, енді оған айып етпеңіздер. Жоқ, бұл жерде мынандай ситуация ғой, просто жерде. біз сені жаңа жазғырып жатқан жоқпыз, кездескенің молодец, үйленуге ниетті жігіт екеніңді білеміз барлығымыз, иә. Просто бұл жерде енді бізге сезіліп тұр да, қыз сені көңіліңді аша алмаған сияқты ма, сондай бір өзіңде бір басқа қызды күттің, басқа картинканы күттің. Бірақ ол адам келмеді, сенің ойыңдағыдай адам келмеді деген сияқты менің бір ойым ол. Ойындағындай адам келмеді. Иә. Жоқ, әдемі қыз ғой. Әдемі емес деп жатқан жоқ. Диана ханым, бұл жерде мен айтып кетейінші, енді әп-әдемі үміткер келіп отыр ғой, ер жігітке сыйластық танытып, енді білдіртпей отыр ғой. Бәріміз де біліп отырық негізі, енді сыйластықтан былай кішкене былай шығып деген сияқты ситуациядан. Негізі ер жігіттің талғамында мүлдем басқа қыз Диана ханым. Бұл жерде барлығы да біледі оны. Мәссаған. Негізі енді өзі ішімен любой ер азамат қалайды ғой, енді оранған қызды қасында көреді деген сияқты да, бірақ былай айналсаң да ер жігіттің талғамында негізі заманауи, ашық киінетін сондай қыздарда, себебі ер жігіт көзімен ғана жақсы көреді Диана ханым. Даже оның профайлында да айтқан болатын, мен мүсінін жаңа бет әлпетіне қараймын деген сияқты. Кеше осы жерде біреу отырып пікір айтқан, бір заманауи қыз болса, соны ораса сондай деп ойлайды да ер жігітті. Ойлаймын, то есть жаңа заманауи, жаңа киініп, өз-өзіне қарап қалған әдемі қызды күтеді да, бірақ өзі со временем орағысы келеді деп ойлаймын. Жоқ, оранған, былай деп жауап берейін саған, Меру деп қой. Меруерт, әйтеуір Меруерттің есімі барлық жерде. Жоқ, бағана Гүлназым мен кім Меру деп айтып қалдым, сосын психологиямда қалып кетті деймін. Психологияңызда қалып кетті ме? Болып тұрады ондай. Әйтеуір Даниярдың психологиясында қалып кетпесе болғаны? Моля, андай нәрсе ғой, мен оранған және Диана ханым, мен оранған және оранбаған деп бөлмеймін адамды. Өйткені адамды адам ретінде бағалаймын, сыйлаймын. Жүрегім кімді қалайды, сол адам болады. Бірақ дегенмен де сөздерінің растығы бар. Түбі әйтеуір менің қасында жүрген кезде мен білесіңдер қызғаншақпын. Барынша әйтеуір менің қасында жүрген кезде мен қызғанатын нәрселерді мен запрет қоятын адамдардың қатарынамын. Енді тек заманауи ғана қыз ұнайды, осылай деген нәрсе емес. Сол жауап. Мен оранған және оранбаған деп бөлмеймін адамды. Диана ханым. Санжар мырза. Енді жаңағы айтып жатырсыздар ғой, 40 минуттың ішінде кәдімгідей біраз біліп қалдық деп. Ана жақтан Айдана тамақ дайын болғанша сендер бір-бірлеріңді біліп үлгермейсіңдер деп те айтып жатыр. Сізге өзім тікелей сұрақ қойғым келеді да, егер де таныстық будущем жалғасатын болатын болса, сол кезде жаңағы сізге 40 минут бір сағаттық кездесулер жетеді ма? Сізге сұрақ. Әрине аз болады. Негізі Вот, міне қыз енді ашылды. Айтыңыз. Неге кездесу жақсы өтті Диана ханым. Бірақ та мен үйге қайтқан кезде жазады деп ойлаймын ер жігітті. Бірақ жазған жоқ. Жазбады. Таңертең жазды ма? Жоқ. Болды, түсінікті ғой. Не түсінікті, енді мен шығарып салдым, одан кейін енді ашығын айта салайын, бір сылтауратып отқанда емес Диана ханым. Бір қабаттасып жұмыстан жұмыс, бір 2-3 сағаттай ма, 3,5 сағаттай ма босаймай қалдым. Арғы уже түн болып кеткеннен кейін сізді мазаламауды шешіп жазған жоқпын негізінде. Не дейді? Енді негізінде түнде барлығымыз бірдейміз ғой. Ұйықтаған кезде міндетті түрде кем дегенде 1 сағат телефонды шұқылаймыз. Кем дегенде. Жоқ, ол. Анда кіреміз, мұнда кіреміз, анаған жазамыз, мұнаған жазамыз. Сол кезде бір, менің үміткерім бар еді, осы қал жағдайын біліп, кем дегенде қайырлы түн деген смс жіберіп қояйыншы, жүрегі жылып қалсын деген ой болмады. Дұрыс, Диана ханым, өте орынды айтасыз. 1-2 сағат телефон шұқылаймыз. Шұқыладым, бірақ ешкімге жазбадым мен кеше. Бұл кісіге де жазбадым, ешкімге жазбадым, просто шаршап. Жай ғана Инстаграм ақтардым дейсіз ғой. Жарайды, таныстық жалғаса ма? Осыған жауап беріңізші. Жоқ, қиын емес, жауап береміз ғой, сәл сабыр сақтаңдар. Просто жаңа кім Айдана да сұрақ қойды, оны құптап Индира да бірден микрофон жұлып айтып кетті ғой, сен білесің, бірден жауап беретін адамсың, адамды көрген кезде бірден тани білетін адамсың деп. Мен дәл сол кезде не үшін жауап бермедім? Өйткені Айдананың сұрағы болашақ жар ретінде көресің бе деді. Дұрыс қой. Мен болашақ жар емес, басқа ситуацияны көрдім да, бірінші кездесуде. Басқа ситуацияны көрдім. Ол бір бөле қарындасым сияқты. Бөле қарындас. Бөле қарындас. Қарындастарды да бөлеміз енді. Бөле қарындас дейміз. Өткен жолы жиен қарындас, одан кейін нағашы қарындас деген бар. Сол өзінде таңғалып жүрмін Диана ханым. Бүкіл Қазақстан бойынша біраз бұндай бөле қарындасым болып кетті ме, бәрі қарындасым болып кеткен сияқты болып жүрді.
енді қыздың тәрбиесіне, сыпайылығына, сөйлеген сөзіне ешқандай әңгіме жоқ. Өте керемет қыз. Бірақ енді түсінесіздер ғой, енді болады ғой адамда бір. Әрине Сон басқаша бір сезіліп тұрады ғой, бір болашақ жар емес, жаңағыдай бір туған туысқан сияқты болып ше. Сондай болды менде шыны керек. Негізі сізге ондай ойды мен тастаған едім. Ау? Негізі ондай ойды мен тастаған едім сізге. Қандай ойды? Таныстықты тоқтатайық деп? Таныстықты. Сіз де қаламадыңыз ба? Иә, мен бірінші жазған болатын. Иә, бағана айттым ғой сізге WhatsApp-қа. Тоқтатайық деп жазғанын мен білмедім. Жоқ, айттым ғой бағана сөзімде. Таң азыңда эфирге бара алмаймын, таныстық тоқтайды деп айтқан болатын. Енді ол жерде комментарияларда бір ондай нәрселерге қатты елдің сөзіне мән бере берме. Бірақ енді өзінде пейілінде сол болып тұр ғой, значит. Демек сіз өз болашағыңызды ержігітпен көре алмадыңыз ба, әлде сол жазылған көптеген сыни пікірлер? Сұрақ қойып кетсем, таныстық былай жалпы тоқтап жатыр ма? Енді шын жүректе, шын көңілден былай Тамиреспен таныс көрсем, қалай қарайсыз? Өте әдемі қыз екен, былай көзінен көрініп тұр, кішкене тәрбиелі, иманды. Тамирес маған қарап. Ұқсаймыз дейсіз бе? Иә, көздеріміз ұқсайды екен. Енді былай қарсы болмаса танысып сөйлесіп көрсек. Тамирес маған қарап қояды, Досонның сөзінен кейін. Маған қарама. Мен сен бөлек қарындас ретінде көріп отырмын, мені ағаңдай көр. Енді ана жақтағы пейілді, енді өзің шешесің. Иә, жоқ деп. Енді ағасы ретінде бірінші алдыңыздан өтейін. Өзіңіздің бөле қарындасым деп жатырсыз. Бөле қарындасыңызды Досандай жігітке қиясыз ба? Қиям. Досан да керемет жігіт. Мен осы орындықтан тұрсам болды, не десеңіздер де таныстықты тоқтатам да кетем дейсіз ғой. Жоқ, ондай емес Диана ханым, ондай емес. Мен бірінші өзінің мәселемді түсіндіріп айттым ғой. Енді Досан жаман емес жігіт. Өзіңіз де куәсіз Диана ханым. Ақ көңіл, бойында юмор да бар. Бұл кісі, жаңа айттым ғой, бұл кісіде де юмор бар кәдімгідей. Қалжыңдап сөйлейді. Екеуі жарасып кететін сияқты деп ойлаймын негізі. Енді негізінде сыртқы келбеттеріңіз келеді, иә расымен де. Ұқсайсыздар. Бірақ енді Тамирес, бұл жерде шешетін өзіңіз. Досан мырза өз айтқандай, шын көңілімнен ұсыныс тастап жатырмын дейді. Енді сөйлесіп көрсек, қалай қарайсыз? Сөйлесіп бір ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Енді таныстықта бір мүмкіндік сөйлесіп көрсек, қалай қарайсыз? Иә? Диана ханым, егер де ойлануға уақыт берілсе? Әрине береміз. Өте дұрыс шешім, ойланып көрейін. Досан мырзаны зерттеп көріңіз, қарап көріңіз. Бүгін 12-ге дейін ол жерде TikTok-тан іздесеңіз болады, қай жерден табам десеңіз. 12-ге дейін ғой, сол жерде жалғасады өмірі. Сол жерден біраз түсініп алуға болады, қандай адам екенін, жалпы өзін өзі қалай ұстайды, қандай керемет жігіт екенін. Досан мырза, тағы не дейсіз? Күтесіз бе жауабын? Жауабын күтем. Жақсы жауап күтем. Жақсы жауап. Енді өте жақсы қыз көрініп тұр, көзінен көрініп тұр, өте иманды екен. Кеше осы жерде Дария ханымды қолдаған бір қатысушының өзі болдыңыз. Қол соғып, орнынан тұрып, Дария ханымның көкірегі ояу деп, бүгін өзіңіз сондай болып отырсыз. Өзім сондай күйге түсіп отырмын. Даусыңыз бәсең шығып тұрды ғой. Бәсеңдеп қалды. Енді бәсен дейді ғой. Енді Тамирестің жауабын күтеміз. Енді ойланып көріңіз. Ертең сізді өзіңіздің жауабыңызбен бірге күтеміз, Тамирес. Оған дейін енді Досан мырза сізді мазалай ма, жаза ма, жазбай ма, ол жағын білмейміз. Келістік пе? Иә, қарсы болмасаңыз. Көп-көп рахмет келгеніңізге, шығарып салайық. Ер жігіттің қарындасын шығарып салайық. Енді дәл бұлай таныстықты тоқтатуды айтсаңыздаршы, не деген фантазия. Бөле қарындасым деп, саған таң қалдырудан шаршамайды, иә? Зухра ханым нағашысы болып, оң жағында отыр мінекей. Жиен қарындасы дейді. Ал біз ортаға кешегі күннің батыл қызы